Құс жолы. Күз айларының соңғы күндерінде осы жұлдыздардың бауыры ағараңдап, балық қарынданып, анық көрінген кезде жыл құстары жылы үйекке қарай қайта бастайды. Бұл күз айының күз маусымының соңғы кезінен дерек беретін аспандағы көрнекті жұлдыз көрінісі болып табылады. Қазақта мынадай сөз бар: жыл құстарынан артық есепші жоқ. Олар аспандағы бауыры ағараңдаған сансыз жұлдыздар шоғырының жолын бойлап, жылы үйекке ұшып жетеді. Бағытынан адаспайды. Осы жүргеде әдемі ауа ағысы болады. Құстар сол ағыспен жеңіл ұшып жерге жетеді. Мұны қазақ есепшілері ертеде біліп, сансыз жұлдызға құс жолы жұлдызы деп ат қойған. Кейбір өңірлерде бұл жұлдыздарды бағдар жұлдыз, балық қарын жұлдыз деген аттармен де атайды екен. Күз айларының шайдай ашық түндерінде құс жолы жұлдызына көз жіберсеңіз, бұл жұлдыздардың кей жерлері көмірдей қара, кей жерлері ақ бауыр тартып, күмістей жылтырап, алыстан көз тартады. Бұл шоғыр жұлдыздар өте көп. Жерде тұрған адам көзбен көріп санына жету мүмкін емес. Бұл жұлдыздар бірінің үстіне бірі қабаттасып, ығы-жығы болып, жыпырлап көрінеді. Анықтап қарап тұрған адамға бірі жанып, бірі сөніп тұрғандай, мың сан құбылып, қайнап жатқандай, аспанның ақ бауыры аунап бара жатқандай көрінеді. Бұл жұлдыздар шоғырының құбылуынан қазақ есепшілері осы ауа райы өзгереді деп алдағы күндердің болжамдарын жасайды. Құс жолы жұлдыздарының бауыры ақшыл тартып, анық көрініп тұрса, осы жұмада бұл айда күн ашық болады. Жауын шашынсыз өтеді, жел тұрмайды, боран соқпайды деп жорымал жасайды. Малдарын алыс өрістегі жайылымдарға апарып жаяды. Үй, қора маңындағы жайылымдарды тұяқ естетпей қорғап қалады. Алысқа жолаушы жүретіндер болса, батасын беріп, тоқымын қағып, көлікке мінгізіп жолға салады. Құс жолы жұлдыздарының бауыры қара барқындап, анық көрінбесе, бұрын ақ бауыр тартып тұрған жерлері енді бозғылт тартып, жұлдыздардың жарқылы азайса, бұл жұмада осы айда жауын шашынды болады. Ауа райы аяқ астынан өзгереді. Күндіз жер бетін тұман басады, түнде ауа дымқылданады. Қыс күндері болса, қабағат қалың қар жауады, артынан үскірік боран жүреді. Таулы өңірлерде жайылымды омбылап қар басады. Ойпаң жазық жерлерде ақ мылтық ұстап, алыс өріске апармайды. Алыс сапар алатындарды осы ауа райының құбылысы өтіп кеткенше жолда қауіп-қатер болады деп жолға шығармайды. Қазақтың әдеби тіл өнерінде құс жолындай сайрап тұр, төбеде жұлдыз қайнап тұр. Құс жолы жұлдызы жарық болса, мал отқа қарық болады. Құс жолы жұлдызындай ақ бауыр деген тәрізді сөздер бар. Қазақтың байырғы есепшілері құс жолы шоғыр жұлдыздары аспан әлемінің оңтүстігінен солтүстігіне дейін созылып жатады. Бұл жұлдыздар шоғырына бүйе, мерген, қалқан, жылан бөктерген, бүркіт, ошақ, мосы, аққу, айна, егіз, босағалық, сыңар мүйіз, үлкен арлан шоқ жұлдыздарының үстін басып өтеді деп есептейді. Оңтүстік аспан әлемінен созыла жүріп отырған тұтас аспанды доға тәрізді белдеулеп шығады. Аққу шоқ жұлдызына келгенде ғана екіге айырылады. Аспан әлемінің жарты шарына жеткенде бірігіп қайта қосылады. Баяғыдағы көнекөз қазақ есепшілері құс жолы жұлдыздарының жүлгесі мен басқа да шоқ жұлдыздарының райын үнемі бақылап отырған. Әр айда, әр тоқсанда құс жолы жұлдыздарының әр түрлі реңде құбылып көрінуін естелікке алып, зер сала зерттеп отырған. Мәселен, көк тоқсанда құс жолы жұлдыздары шоғыры сарғыш реңге кіреді, не ақсары болып көрінеді. Ағараңдаған бауырының жолағы сарғыш қаймақ түсті болып тұрады. Бұл кезде көктем күндері жаймашуақ күйге өтеді, ауа райы жақсарады, аспан тұнық айнадай болып көрінеді. Ал жаз тоқсан айларында құс жолы шоғыр жұлдыздары күміс әлетті ақ жылтыр болып, ағараңдаған бауыры ішін тартқан жылқыдай жарау жіңішке тартып көрінеді. Бұл кезде жерде көкорай шалқын өсіп толады. Өсімдіктің жапырақтары алақанынан иектеп жаяды. Дәрілік шөптер қуатын басына шығарады. Күз тоқсан айларында құс жолы шоғыр жұлдыздары мөлдіреп барып ақ бауыр тартады. Ондағы жанып тұрған жұлдыздар алтын реңді болып көз тартады. Бұл кезде жер бетінде өсімдіктер сарғая бастайды. Егіндер орылып, қырманға қапталып, қамбаға қарай ағылып жатады. Ақ тоқсанда құс жолы шоғыр жұлдыздары оттай жанады. Меруерт айдарлы болып көрінеді. Күсіт реңді күйдек көзге түседі. Ақ жұпақ бауыры жалпақ тартып анық көрінеді. Бұл кездерде жерді тұтас өлкені аппақ болып қар басып қалады. Қазақ есепшілері құс жолы жұлдызының әр уақытта әр түрлі реңге кіруіне, өзгеруіне қарап ақ 490-ның басталғанын біледі. Салқын, ыстық, суық, жылы сынды ауа райының өзгерістеріне қарай құс жолы шоғыр жұлдыздарының да
бауырының реңі өзгеріп отыратындығын ұзақ ғасырлық тәжірибеден өткізіп шындыққа көздерін жеткізген. Қазақ есепшілері құс жолы шоғыр жұлдыздарын аспан сақинасы немесе аспанның алтын белбеуі, аспан айғыры, аспандағы құс жолы, жұлдыздар ұясы деген атаулармен әр өңірде әр түрлі атап келгені белгілі.